Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді оливье салатынан кем емес салат түрін жасаймыз. Менің видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің грамы описанияда жазылып тұр. Бізге 3 тұздалған қияр, тауықтың төс еті суға піскен, картоп, қызылша және жұмыртқа. Менде ірі 2 жұмыртқа, сіздерде майда болатын болса, 3-уін қосасыздар. Және тұз, бұрыш. Қажетті ингредиенттерімізді 4 бірштеп турап аламыз. Сіздер тауықтың төс етін мариновать етіп, пешке пісіріп те қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Және тұздалған қиярымызды тураймыз. Одан кейін соңында қызылшамызды да 4 бұрыштап тураймыз. Мінекей барлық ингредиенттерімізді турап болдық. Енді бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз себеміз. Енді шамамен бір 3 ас қасықтай майонез қосамыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Тарелкеге алып, үстінен осылай қасықпен салып шығасыздар, бір тауық сатып салып шығасыздар. Міне осылай. Енді жан жағына Pringles чипсыйын осылай әсемдеп қойып шығасыздар. Өте әдемі салат, өте дәмді достар. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Қонақ келсе, отбасыларыңызды дәмді тағаммен қуантқыларыңыз келсе, жасап көріңіздер. Достар, менімен бірге болғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Көріскенше.